Ералы Тоғжановтың інісі қол астындағыларды балағаттады. Бәйтерек ауданының әкімі Марат Тоғжанов жиын барысында 1,5 сағатқа жуық қол астындағы қызметкерлерге балағат сөздер айтты. Әкімдік қызметкерлері бастығының сөзін диктофонға жазып алған. Отырыстың аудиожазбасы 1 сағат 20 минутқа созылады. Осы уақыт ішінде әкім жаман сөздерді 141 рет айтқан, ал бұл басқа балағаттауларды есептемегенде. Әкім Марат Тоғжановтың өзі бұл әңгімелесу 2022 жылдың наурыз айында болған. Сол кезде ауданды су басу қаупі төнгенін және сөз таңдап отыратын уақыт болмағанымен түсіндіреді. Тоғжанов аудиожазбада аппарат қызметкерлері мен ауылдық округ әкімдерінен аудандағы су тасқынына қарсы жұмыстардың барысы туралы есеп беруін талап етеді. Тоғжанов ауданды су басу қаупі төніп тұрғанда ауыл әкімдерінің резеңке етік киіп, қолдарына күрек алып шықпағанына, шаруашылыққа қажетті көліктерге 10 литр дизельдік отын таппай жүргеніне наразы. Құжаттарды уақытында тапсырмаған аппарат қызметкерлері әдепсіз балағат сөздердің астында қалған. Әкім зейнеткерлікке санаулы күн қалса да, оларды жұмыстан шығарамыз деп қорқытқан. Тек бір ғана мемлекеттік қызметші аудандық білім бөлімінің басшысы Серік Сайфуллин әкімнен балағат сөз айтпауды өтінді, бірақ бұл Тоғжановты тоқтата алмады. Серік Сайфуллин Уральская неделя басылымына бұл кездесуді ендігі ұмытып үлгергенін, алайда қол астындағы қызметкерлерге қатысты шенеуніктің мұндай сөздерді қолдануын құптамайтынын айтты. Әкім Тоғжановтың өзі сол жиында этиканың сақталуын қадағалап отырмағанын, ол үшін ең бастысы аудан тұрғындарының үйлерін су басудан аман алып қалу екенін айтады. Мен проблемалық аймақтарды жеке тексеріп, олардың жойылмағанын көрдім. Содан кейін барлығын жинап жиналыс өткіздім. Иә, мен ашуланып дөрекі сөздерді қолдандым. Мен түсінемін, заң бойынша бұлай жасауға құқығым жоқ. Бірақ сол сәтте су басу қаупінің алдын алу міндеті тұрды. Маған дөрекі сөздерді қолдануға тура келді. Осы кездесуден кейін ауданда бірде-бір үйді су басқан жоқ. Осы өрескел сөздерім үшін барлығынан кешірім сұраймын, дейді Марат Тоғжанов.